Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше, дәмді әрі оңай дайындалатын салаттың құрамымен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Салатты дайындау үшін ең алдымен осындай таза ыдысымызға аздап су құямыз және де оның үстіне туралған пияздарды саламыз. Пияздың үстіне 70%-лық 1 шай қасық уксусты құямыз да пиязды 15 минутқа қалдырамыз. Енді пиязымыз дайын болғанға дейін біз тауықтың кішкентай төс етін видеодағыдай турайтын боламыз. Яғни ұзынша қылып және де кішкентай 4 бұрыш қылып тураймыз. Келесі қызып тұрған табаға май құямыз және де оған тауықтың етін салып, дәміне қарай тұзын саламыз, қызыл бұрышын, қара бұрышты салып, қызарғанша қуырып аламыз. Тауықтың еті осылай қызарып пісу керек. Келесі 2 дана қиярды аламыз, оны жуып тазалап, 2 жақ басын кесіп тастаймыз. Және де видеодағыдай қиярларды ұзынша қылып кесеміз. Келесі кесілген қиярларды тарелкаға күн сияқты бір-біріне жақын қылып, видеодағыдай салып шығамыз. Енді қиярдың ортасына стакан қоямыз және де стаканның жан-жағына бағана дайындап алған тауықтың төс етін видеодағыдай қасықпен салып шығатын боламыз. Келесі тауықтың етіне майонезді осындай кондитерлік пакетке салып, құйып шығамыз. Енді майонездің үстіне алдын ала дайындап алған пиязымызды салып шығамыз. Келесі салаттың қабатына, яғни пияздың үстіне біз морковный салат дейді ғой, алдын ала дайындап алған. Сол морковный салатты үстіне салып шығатын боламыз. Яғни морковный салат кез келген магазинде сатылады. Енді сәбіз салатын толығымен салып болған соң ортасындағы стақанды аламыз және де қиярды видеодағыдай осылай ортадағы салатты осылай орап шығамыз. Салат толығымен осылай оралып шығу керек. Егер қисық жерлері болса, олардың барлығын, яғни түзеп, жан-жағын жауып шығамыз. Келесі қиярдың ортасына осындай морковьтан мен формалар дайындап шықтым. Және де помидордан гүл сияқты, роза сияқты қойсаңыздар болады. Яғни ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай сәбізден формалар дайындап ортасына қойып шықтым. Сонымен біздің салатымыз толығымен дайын болды. Өте оңай әрі тез дайындалады. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады. Алдағы уақытта сіздермен басқа да тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын.